Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді мохито сусынның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бізге қажет болады жалбыз, лайм, лимон және қант, сосын спрайт сусыны және осындай кувшин қажет болады. Ең алдымен лайм лимонымызды видеодағыдай турап аламыз. Лаймның екі шетін алып тастаймыз. Дөңгелек етіп турап аламыз. Лимонымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Жалбызымызды алдын ала жуып, кептіріп, осылай видеодағыдай жапырақтарын үзіп аламыз. Міне барлығын осылай дайындап алдық. Енді мохито сусынын жасаймыз. Ыдысымызға лимонымызды саламыз. Сосын лайм саламыз. Жалбызымызды саламыз. Енді шамамен 2 ас қасықтай қантымызды саламыз. Қалауыңызша мұздатқышқа тұрған мұз салсаңыздар болады. Енді үстіне спрайт сусыны құямыз. Мохито сусынымыз дайын. Бірден дастарханға ұсынсаңыздар болады, немесе тоңазытқышта сақтап ішсеңіздер болады. Өте дәмді, оп-оңай жасалатын мохитомыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше. Міндетті түрде жасап көріңіздер.